Өте дәмді қуырылған брынзамен салат жасайтын боламыз. Ең алдымен брынзамызды 4 бүріштеп тураймыз және де оған 2 ас қасық крахмалдан қосып жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте бір баялымызды 4 бұрыштап турап аламыз. Оны да 2 ас қасық крахмалмен араластырамыз. Қызып тұрған майда брынзаны қызарғанша қуырып аламыз. Брынзамызды қуыру барысында келесі бетке алмастыруды ұмытпаңыздар. Дайын болған брынзамызды құрғақ майлыққа артық майларын сіңіру үшін сүзіп аламыз және оларды бірінің үстіне бірін қоймаймыз. Келесі кезекте баялымызды дәл солай қызарғанша қуырып аламыз. Черри помидорымызды дәл ортасынан бөлеміз. Светофор тәтті болгар бұрышын 4 бүріштеп турап аламыз. Кеңірек ыдысымызға бірнеше бөлікке бөлінген рукколаны саламыз және бұрышымызды саламыз, черри помидорымызды саламыз. Қуырылған баклажанымызды саламыз. Және ерекше дәм беру үшін 2 ас қасық зәйтүн майын қосамыз. Лимон шырынын қосамыз. Дәміне қарай тұзды да қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, тарелкемізге саламыз. Салатымызды салып болған соң, брынзамызды әдемілеп қойып шығамыз және беткі жағынан бальзам креммен сәндеп шығамыз. Біздің өте дәмді қазіргі кезде хит салаттардың бірі дайын болды. Керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.